Баршаңызға қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында үйде бар заттардан өте дәмді тағам түрін жасайтын боламыз. Ең алдымен етіміз тоңазытқыштан шығарып, ерігенше қойып, ары қарай майды төртбұрышты бөліктерге бөлетін боламыз. Сіздер үйде бар еттен жасасаңыздар болады. Енді етімізді шұңғыр ыдысымызға салып, 2-3 рет қайтара жуып аламыз. Ары қарай қазанымызды отқа қойып, сұйық майымызды қойып, етімізді салып, 5-6-7-8 минут көлемінде етіміз қызарғанша қуыратын боламыз. Ары қарай томат пастасын салып, тағы да осылай жақсылап қуырып аламыз. Ендігі кезекте картопымызды мен осындай фигурный насадкамен турап жатырмын. Сіздер болса фигурный насадкамен, болмаса пышақпен турап алсаңыздар болады. Және де үйде бар заттарды қоса беріңіздер. Мұны енді етіміз керемет болып қызарылып қуырылып жатыр. Осы сәтте картопымды салып жібердім. Ары қарай сәбізді де дәл осы насадкамен турап, сәбізімді де салып жібердім. Мұны енді жақсылап араластырып аламыз. Егер үйде аскөк, тағы да басқа көкөністер болса, қосып жіберіңіздер. Ары қарай тұзын бұрышын салып, суын құйып, бетін жауып, картопымыз піскенше жарты сағат отта біз тамағымызды ұстайтын боламыз. Мұны бізде осындай өте дәмді тағам түрі пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Рахмет.